Сәлем достар, мен бүгін асханадан бөлек өзіміздің бір апталық саяхатпен Дубайдағы бөлісетін боламын сіздермен. Қара камераға, доча. Вот такие вот вкусняшки. Десерттің бәрін жеймін деп па. Былай ана жақтан красный дорожкамен кіргізіп кеткен. Это у нас, кажется, морепродукты. Жиндеп тұрған. Al kızım. Al доча. Блин, сүруге жалықпайсың ғой, это так красиво. И нағыз жұрт тай деп. Я согласна, всем все равно. Вопрос, почему? Жетінші этаждағы вид осындай екен. Ваушки, ваушки. Фантастардың бағалары осымызға дейін. Не аласыздар? Бізде мынандайды қымбаттан сатады ғой, вроде. Мұнда 1001 нәрсе теңге. Это типа как супермаркет. Вот бағалары. Дубайдың туалетке баратын жайлары болды. Мынау түнде вообще свет жанып күшті болып тұратын сияқты ғой, иә? Бусинка. Бусинка. Не жаным, екі сірепті. Бусинка, қара, бусинка. Hello? Look. Нам все этот снег что видно, я? Решетку ма. Решетку ма. Зонт.
Qanday kuchli. И довольна? Да. Это мой тебе подарок. На следующее 8 марта. На Новый год. Ай, бuna 8 марта. Подарка. Это мой подарок тебе на следующее 8 марта. На Новый год. На день рождения. Кет саналмайды. Это на 8 марта. Шариктар. Әдей баланың жанына келеді ғой. 25 дилхам бір талы. Спасибо. Thank you. Мой босс, Тима. Мой босс меня. Все, кеттік. Neydi? Жаным, көп қайтесің ба? Дубай молдың ішіндегі Чайнатаун деген жері, типа китайский. Тоже сияқты. Женщина должна жить в теплом климате, где морской воздух увлажняет кожу, много спать и пить вино. И никто, чтобы на нее не орал. Сияқты маған. Ne olsun? Ал. Tamam, biraz bardak var ya. Я. Ambulans oldu. Ана вот отельден шыққандағы бассейн.
тоже домик торгсат.